Құрметті достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып еркін тақырып, яғни балаға қатысты мықты керемет фишкаларды көрсетемін. Яғни баланы қалай уақытында еңбектетуге болады. Бала уже 8 ай әлі еңбектемей жүр. Немесе бала әлі отырмай жүр. Қалай уақытында отырғызуға болады. Сол жайлы приемдарды көрсетемін. Кеттік, go! Так, егер балаңыз уже 8-7 айдан өтті, уже 8 айлық, даже 9 айлық, бірақ әлі отырмайды. Дұрыс па? Сондай балдар бар. Ондай жағдайда мынандай гимнастика жасаймыз баланың беліне. Міне, осылай тізеден ұстаймыз. Көрдіңіз ғой да? И міне, кеудесінен ұстай сегіз жолыңызды. 1, 2, 3. Көрдіңіз ғой я? 1, 2, Уш! Раз! Көрдіңіз ғой, бір қолыңызды тізеден, екінші қолыңызды кеудесіне ұстайсыз обязательно. Бұны жасамас бұрын бірінші беліне массаж істеп аласыз, хорошо? Беліне массаж істеп аласыз. Мына белге массаж істеп аласыз маймен. Қазір қалай жасау керектігін көрсетемін. Так, 1, 2, 3. Достар, бірінші баланың беліне ЛФК гимнастика жасамас бұрын массаж жасауыңыз. Маймен беліне осылай. Жақыннан түсіре берсең болады. Жақыннан не жақ түсіре бер, мен түсірмей қой. Жақыннан түсіре бер. Осылай май жағамыз. Май жағып болғаннан кейін қыздырамыз обязательно. Міне. Қыздырамыз. Көрдіңіз ғой, міне. Былай. Қазір баланың беліне қалай гимнастика жасау керектігін көрсетіп жатырмын. Сосын қазір еңбектетудің приемын көрсетемін. Хорошо, мұқият видеоның соңына дейін қараңыз. Айтпақшы, видеоға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңызшы. Мен ұмытып кеттім айтуды. Подписаться деген батырманы басыңызшы, ерінбей. Қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін, енді зарядка болсаң да болады. Мен түсіріп қазір өтіп қалмайды және заряд. Болды, тиіспей қой, түсе берсін. Так, достар, міне мұқият қараңыздар. Мына омыртқаға тиіспейсіз. Көрініп отыр ғой да? Мына омыртқаға тиіспейсіз. Осы екі жамбастан бастайсыз да, міне осылай айналдырып жасайсыз. Екі жамбастан бастап айналдырып, әшейін бүйтіп сипамайсыз. Бүйтіп сипасаңыз пайдасы тимейді. Айналдырып жасайсыз. Мына омыртқаны қатты басуға болмайды өшім. Естеріңізде болсын. Соның қапталдарын, жандарын жасайсыз. Белге массаж жасап аласыз, содан кейін барып ЛФК жасалады. Жаңа кішкентай балама көрсетейін деп едім, ол жылап жатпады. Үлкен қызыма көрсетіп жатырмын. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген үміттемін. Қазір саған еңбектетуді көрсетемін. Ана көрсетті. Реклама шығып кетті ғой, атаңа. Мына не ғой, достар? Петличка жоқ та. Атаңына петличка жоқ болғаннан кейін өстіп диктофонмен түсіріп жатырмын. Түсіп жатыр ғой да, түсіп жатыр екен. Достар, сіздерге түсінікті болып жатыр ғой да, баланың беліне бірінші массаж істеп аласыз, жақсылап. Баланың беліне осылай массаж істеп аласыз. Жақыннан түсіре берсең де болады. Баланың беліне жақсылап массаж істейсіз осылай. Достар, неге каналға тіркелуді ұмытпаңызшы, ең бастысы. Бәрі сіздер үшін. Мен сіздерге осылай тегін ақпарат беремін. Сіздер лайк басып, тіркеліп, комментарийге сұрақтарыңыз жазып кетіңіз. Қандай тақырыпта видео түсірейін. Міне қараңыз, мұқият қараңыз. Осылай жаңа баланың беліне гимнастика жасамастан осылай массаж істеп аласыз жақсылап. Қатты белді баспайсыз, есіңізде болсын. Белді қатты басуға болмайды. Просто уқалайсыз жақсылап, бұлшық етті. Ешқандай қиындығы жоқ.
күлдіре бермеші, кейін күлдіресің. Достар, қойшы. Әдия қойшы. Видео түсіріп отырмын да. Міне достар, мұқият қарап отырыңыздар. Көрсет. Қалай түсінікті деп ойлаймын.